Сәлем баршаңызға, сіздерге өте тойымды әрі дәмді болып шығатын кеш деп аталатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астынан көре аласыздар. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Өлшенген ұнымызға қатты сармайымызды теркадан өткізіп аламыз. Болғаннан кейін қолымызбен осылай тарам-тарам қылып біріктіреміз. Болғаннан кейін қант, тұз және бір жұмыртқамызды, ас қасық салқын суымызды 2 қасық құйып, вилканың көмегімен араластырып, қолымызбен илейміз. Осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Егерде қолдарыңызға жабысып жатса, ұнның көмегімен оқтауымызбен ысып шығамыз. Мен мұздатқышқа салған жоқпын. Сол бойда оқтаудың көмегімен жайып шықтым. Оқтаудың көмегімен осылай оқтауымызға айналдырып, формамызға саламыз. Формамызда тестіміз үріліп кетпеу үшін вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Одан кейін алдын ала тестімізді кішкене пісіріп аламыз. Бізге пергаментный қағаз керек. Осылай мұжып, үстіне қалаған дәндерді салып, духовкамызде 20 минуттай пісіріп аламыз 170 градуста. 20 минут пісіп шыққаннан кейін үстіндегі қойған затымызды алып, шетке қоя тұрамыз. Ішіне енді салмамызды дайындаймыз. Мен саңырау құлақ консервдегіні пайдаландым. Свежийді пайдалануға болады. Менде болмады, сол себептен консервдегіні пайдаландым. Одан кейін тауықтың төс етін алдын ала суға пісіріп алдым. Соны төрт-піштілеп кесіп шығамыз. Құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, араластырамыз венчиктің көмегімен. Одан кейін кішкене тұз салып, мен осындай сливки пайдаландым. Әртүрлі сливкилерді пайдалануға бола береді, немесе қаймақты да салуға болады. Жақсылап бәрін араластырып шығамыз. Енді бәрін дайындаймыз. Бірінші тауық етін алып, осылай ішіне саламыз. Одан кейін саңырау құлағымызды салып, бір айта кететін жайт, егерде свежий саңырау құлақ қоссаңыздар, алдын ала қуырып саласыздар. Ал егерде мен сияқты консервдегіні қолдансаңыздар, осылай сала бересіздер. Одан кейін теркамызден жақсы сиырымызды алып,
осылай үстіне сеуіп шығамыз терканың көмегімен. Бәрін біріктіріп, тегістеп болғаннан кейін жаңағы сұйықтығымызды үстіне қиып, одан кейін мен черри помидорды немесе осындай помидорымызды кесіп әдемілеп қоюға болады. 180 градуста 40-50 минут пісіріп шығамыз. Елу минут піскеннен кейін орташа жылулықта дастарханыңызға қоюға болады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, отбасымызға ұнады. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.